Үкі қауырсынын ке тұту. Ертеде топан су тартылып, Нұх пайғамбар кеме шалдыратын жер іздейді. Сол кезде әлемдегі асқар таулар Нұх маған тоқтайды. Адамзат ұрпағы менен қайта таралады деп таласыпты. Тұран даласындағы қазғұрт тауы ғана сабырлық көрсетіп, бұл дәрежеге мен лайық емеспін. Ұлық Алла орынбасарын биік тауға тоқтатар дейді. Сонда Тәңірісі қазғұрттың кішіпейілділігіне риза болып, Нұх, кемені қазғұртқа қондыр, тіршілік сол жерден басталсын деп әмір береді. Сонда Нұх пайғамбар қазғұрт тауы қайда дейді. Тәңірісі үкі деген құсты жаратып, мына үкіні қасың ал, оның көзі өткір көреді, түнде жақсы көреді. Қазғұртқа баратын жолды сол біледі дейді. Үкі қазғұртқа жеткенше кеменің алдында жол көрсетіп ұшып отырады. Нұх Жидда тауын, сосын Арарат тауын айналып өтеді. Нұх қазғұрт тауына аман есен тоқтайды. Үкіге риза болған Нұх пайғамбар, орман таудың иесі бол, шаңырақтың кесі бол деп бата береді. Осыдан бастап үкіге айрықша ке дариды. Адамдардың оның қауырсынын тіл көз тимесін деп, баланың бесігіне, қыздың бөркіне тағатын дәстүр содан қалыптасыпты. Үкінің қауырсынын алу үшін оны өлтірмейді екен. Өлтірген адам Нұхтың берген батасының киесіне ұрынады деген түсінік қалыптасқан. Үкіні аулаған соң, оның балақ жүні мен бауыр төсінің жүнін алып, өзін жемге тойғызып, қайтадан қоя береді. Бұны үкі жүндеу деп атайды. Кейбір деректерде үкінің ұясына шыбын-шіркей түгілі шаң қонбайды екен. Беске немесе үйге үкінің қауырсынын қағып тұрса, ол үйге жылан, қарақұрт сынды улы жәндік пен құрт құмырсқа жоламайды екен деседі. Үкінің қасиеті туралы ел аузында жапалақ көрсең атып ал деген аңыз әңгіме бар. Күндердің бір күні Сүлеймен патша алтын күміс ақ ордада отыра жалғыпты. Енді маған әдеміленген ақ сүйектен, кемігі жоқ қақ сүйектен, ылғи ғана бас сүйектен, сарғаймайтын жас сүйектен 3 қабат сарай салынсын. Сарайдың бірінші қабаты әйелдердің, екінші қабаты еркектердің, үшінші қабаты құстардың бас сүйегінен қалансын. Адамдар мен құстардың әрбір 6 ағайындысының 3-інің басы, 5 ағайындысының 2-інің басы, 3 ағайындыларының 1-інің басы алынсын депті. Хан жарлығы 2 емес, сонымен қаһарлы ханның қайырымсыз жарлығы орындала бастайды. Күндердің бір күнінде кезек ағайынды үкілерге келіп, патша жарлығы бойынша ең кенже інісі байғыздың сүйегін апарып берер уақыт жетеді. Бірақ Қайсарда батыр үкі хан жарлығын орындамайды. Ол жапалы інісін жардың жарығына, байғыз інісін тастың қуысына тығып тастап отыра береді. Құстарды қыру міндетін атқаратын көкжендет дейтін қанды балақ құс бар еді. Ол хан сарайындағы қара құс құрлы, қауқары жоқ, сатқын кәрі самұрықтың ең сенімді қол қанаты болатын. Көкжендет бір күні үкіге келіп, балақ жүнің балпиып, жалғыз өзің жалпиып, батырсынып талтиып, құлағыңды қалқитып, екіртіңді салпитып, неғып отырсың? Хан жарлығы неге орындамайсың? Байғыздың басы қайда тап депті. Үкі қос құлағын тікірейтіп алады да, кет дегендей жуан шеңгелін сермеп қалады. Жармасып қалса жазым боларын сезген жендет құс, қап бәлем, патшаға айтармын деп кете барады. Сол бетімен ұшып келе жатса, ағасының тілін алмай тығылып жатқан жапау жалп-жалп етіп жар басында ойнап жүр екен. Көкжендет жапалдың жанына келіп, байғызды тауып бер, патшаның тойына бақыршы болып тамаққа тоярсың деп алдайды. Оны естіп отырған үкі таңдайын қағып
айтпа деп ымдайды. Бірақ әрі қорқақ, әрі опасыз жапал тастың қуысында жатқан кенже інісі байғызды жау қолына ұстап береді. Міне, сол күннен бастап жапал аты өшіп, жапалақ атаныпты. Опасыздық жасап өз бауырын бір үзім жемге сатқан үшін жапалақ көрсең атып ал, жаманнан бойыңды сатып ал деген халық қарғысы мақал боп содан қалған екен. Ал үкі болса қасиетті құс атанып, оның балақ жүнін қыз бала бөркіне тағатын болыпты.